Ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер, тікелей эфирде маңызды мәселе. Соңғы 2 жылда әлемді дүрліктірген түйірдей ғана бір вирус әбігерге салғаны рас. COVID-19 келді, өкпе аурулары күшейді. Бронхит, пневмония, созылмалы өкпенің қабынуы, түрлі өкпе аурулары осы уақытта ең алдыңғы орынға шықты. Енді тыныс ауруларынан қалай емделуге болады, оның қандай түрлері бар, пневмония асқынып кеткен жағдайда оның толықтай емделу үшін не істеуіміз керек, температура, жалпы қазіргі таңдағы түрлі белгілер қалай көрініс тауып жатыр, оның басты себептері қандай, бүгінгі тікелей эфирде міне дәл осы тыныс ауруларының түрлерімен, емделу жолдарымен өздеріңізге тікелей эфирде арнайы маманның кеңесімен шығып отырмыз. Ал енді бүгінгі біздің студиямызда қонақта дәрігер-терапевт, пульмонолог Мұхтар Байсариев мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Кеш жарық. Бір өзіңізді шақырдық. Бағдарламамыз тікелей эфирде өтеді. Көрермендеріміз бақылап отыр, сұрақтар болса қояды. Енді 2020 жыл әлем үшін өте бір ауыр жылдардың бірі болды. Өкпе ауруы COVID-19 деген жаңа бір атаумен шықты. Бұған дейінгі аурулардың барлығы жай ауру сияқты бұл көрініп қалғандай болды. Өйткені қаншама адам осы COVID-19-дан зардап шекті. Енді жалғыз өкпе ауруы ол емес қой. Басқа да аурулардың түрлері бар. Соны бүгінгі тікелей эфирімізде айтсақ дейміз. Енді алдымен осы COVID-19-ға тоқталып алайық. Қазіргі жағдайымыз қалай? Енді мына қазір тойларға да рұқсат береді деген былтырғы демалыста онлайн оқыған балалар енді офлайнға көшіп жатыр. Бір жағдай тұрақталып келе жатқан сияқты. Жағдай әрине қазіргі таңда тұрақталып келе жатыр. Соңғы статистикалық деректермен, денсаулық сақтау министрлігінің беріп жатқан, Қазақстан статистика басқармасының беріп жатқан мәліметтерінде 6 миллионнан аса халық вакцинация алды. Бұл дегеніміз коллективтік иммунитеттің дамуын, әрі қарайғы осы вирустың өрбімеуінің бірден бір жолы. Сондықтан да қазіргі таңда COVID-19 ауруының өз деңгейінің кішкене былтырғыға қарағанда төмендеген біз байқап жатырмыз. Ол деген өте қуанарлық жағдай. Және мынау балдарға, қоғамдық орындарға бәріне рұқсат беріп жатқан себеп, ол біріншіден бұл ауру несінің деңгейінің төмендеуі. Онан кейінгі екінші мәселе бұл жерде коллективтік иммунитеттің қалыптасуында мән беру. Сондықтан да осындай іс-шаралар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Ең басты мәселе бұл жерде вакцинацияны алып жатқандығымыз. Халықтың вакцинациядан өтіп жатқандығы осы коллективті иммунитетті қалыптастыру. Бәрекелді. Енді өкпе ауруының қандай түрлері бар? Қазіргі таңда көрініс беріп жатқан? Қазіргі таңда көрініс беріп жатқан деп айту ол негізі кішкене дұрыс болмауы мүмкін. Өкпе ауруы ол адамзат пайда болғаннан бірге жүріп келе жатқан аурулары деп есептеледі. Жалпы өкпе аурулары жоғарғы, онан кейінгі мынау төменгі тыныс алу жолдары деп бөлсек, өкпе ғана емес, жоғарғы тыныс алу және төменгі тыныс алу жолдары деп бөлінеді. Бұл жерде жаңағы жоғары тыныс алу жолдарымен көбінесе мынау лор дәрігерлер, дәрігер-терапевттер де айналысады. Ол жаңағы мынау баспа дейді, тонзиллит, ларингит, тағы басқа осы жоғары тыныс алу жолдарының аурулары. Онан кейінгі төменгі тыныс алу жолдарына бұл жаңағы бронхит, ең жиі кездесетін трахеит деп аталатын түрлері бар. Яғни бір ғана трахея бағанның қабынуы. Одан кейінгі жаңағы бронхиттің өзін жедел және созылмалы түрге бөлеміз. Одан кейінгі одан ауырлау түрі бұл жағы пневмония. Соңғы кезде халық арасында кеңінен тараған пневмония түсінігі. Бұл ковидке байланысты бұл жерде вирустық пневмония. Пневмония өзі бірнеше түрге бөлінеді, жағы өзінің қоздырғышына қарай вирустық, бактериалды деп. Яғни біз бұған дейін көріп келе жатқан пневмонияларымыз ол бактериалды түрде дамыған пневмониялар болатын. Ал осы соңғы 2020-дан бастап осы COVID-19 қосылғалы бері біз вирустық пневмонияның көріністерімен жиі күнделікті өмірімізде кездесіп кеттік. Дәрігер мамандар әсіресе күнделікті осымен қақтығыста болдық. Бұл жерде бұл вирустық пневмонияның өз ерекшеліктері бар. Яғни клиникалық ағымы, сондай-ақ ол вирустық өкпе тінінің қабынуының өз ерекшеліктері бактериалдыға қарағанда. Бактериалды пневмонияда мысалы үшін көбінесе бір бөліктік
есептелетін болса, бұл жерде полисегментарлы, яғни өкпе аралық барлық тіндердің қабынуға ұшырап, былайша айтқанда өкпе полностью дейді, енді қазақша жалпы өкпенің қабынуын алып келетін. Бұл жерде бөліктік не деп бөлінбейді, вирустық пневмонияда, именно осы ковидпен қоздырылған пневмония полисегментарлы түрде дамып, соның әсерінен альвеолярлы жүйе деп аталады. Өкпенің ең төмен бөліктері газ алмасу жүретін бөлігінің өте қатты қабынуға ұшырауы. Яғни осының әсерінен сол жердегі сурфактант деп аталатын жағы сол ішін майлап отыратын, альвеоланың ішін майлап отыратын заттың өте қоймалжың түрге ұрласып кету, осының әсерінен қан тамырларының өткізгіштігінің күшеюі, осының әсерінен тромбтардың пайда болуы, и ары бара уже мынау тромбоэмболия или легочной артерий дейді. Тағы басқа асқынулар, эмболиялық асқынулар, осындай осы вирустық пневмонияның өте бір ерекше сипаттамасы деп айтса болады. Айтып алып жиғанша бір көрерменіміз хабарласып жатқан сияқты, сұрағын тыңдасақ. Ассалаумағалейкум, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыз ба? Мен созылмалы бронхитім бар еді, жасым 63-те. Соған вакцина алалан ба жоқ, маған болмай ма, бола ма, соны білгім келеді. Бәрекелді. Кеш жарық, созылмалы бронхит деген нәрсе, бұл жерде сізді жалпы өзіңіздің учаскелік дәрігер терапевтіңіз қарап, өкпеңізді тыңдап қарау керек. Егер де ол тек қана рентгендік суреті болған болса, то есть рентгеновская картина только бронхита болатын болса, ол жерде сізде егер өкпеңіз ешқандай қазіргі таңда қабынулық процесс, бронхиттің белгілері болмайтын болса, әрине алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол мәселені сіздің учаскелік дәрігерлігіңізге барып, өкпе жүрек жүйеңізді тыңдатып, қажетті тексерулер, егер сіз сол диагнозбен учетта тұрған болсаңыз, қажетті анализдер тапсырғаннан кейін барып, шешімді учаскелік терапевтіңіз қабылдау керек. Бәрекелді. Қандай жағдай болса да өзінің учаскелік дәрігер, сол кісінің бақылауында, өйткені ол кісілер сол науқасты жүргізетін кісілер біріншіден, екіншіден сол кісінің динамикасын білетін кісілер. И үшінші мәселе бұл жерде сол физикалды қарау. То есть науқастың өзін қарап, тыңдап, егер бронхит белгілер болмаса, ол тек қана рентгендік жағдайда ғана подтвержденный болатын болса, бұл жерде яғни науқасты вакцина алуға рұқсат беруге болады. Осы өкпе ауруына байланысты қай түрінде, қай стадиясында алуға болмайды? Өкпе ауруының қай стадиясы, қай түрі деген мәселе жоқ. Бұл жерде кез келген өкпе қабынуы, яғни жай трахеит, бронхиттен бастап, сол пневмония болмаса мынау өкпенің созылмалы обструктивті аурулары деп аталатын аурулардың түрі бар, бірнеше қосымша. Осылардың асқынуы болып атқан кезде, яғни былай айтқанда жағы қабынулық процесс күшті жүріп жатқан кезде ешқандай вакцинация болмайды. Ал ремиссия кезінде вакцинация алуға рұқсат. Даже керек ол кісілерге ол. Бәрекелді. Бізге тағы бір көрерменіміз хабарласып жатқан сияқты, сұрағын тыңдап алайық. Қайырлы кеш, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Негізі менде қандай бір нәрсе болады, мынау жақсы жүремін, бір кездері мынау жаңағыдағы қақырамай деген сияқты, бірақ мен кезінде қатты темекі шекпін. Бірақ ең қатты темекі шеккен осы басталады не үшін, иә? И қақырамай қалып, жаңағыдай қақырып келмей қалып, қатты демалмай қалып, жаңағыдай сондай не қалам. Мен осы врачтарда болдым, жаңағыдай анау участковый врачтарда, сосын басқа участковый врач направление деген жердің бәрінде болды. Маған бронхониальный астма, аллергенный деп жаңағыдай диагноз қойды негізді. И олар айтады, бір кездері салқындаған кездері сіз дұрыс жүруіңіз керек дейді. Бірақ мен сонда да бір кезде оңай болған кезде де мысалы салқын кездерде де қиналып қаламын бір. Сол бұл неден екен білмеймін, соны білейін деген мен. Қайдан хабарласып отырсыз? Шымкенттен хабарласып отырмын. Жаңа темекі шеккенмін дедіңіз, қазір қойып кеттіңіз ғой? Иә, мен ана бірінші осы басталғалы бері. Қанша уақыт болды? Қазір бір 5 ай болып қалды, майдың ортасында бір майдың 13-14 тапсыра болатын сұрағыңыз бар ма? Неше жыл шеккен екен темекі? Қанша жыл темекі шектім? Көп шектім мен, негізі мен 17 жасымнан бері шектім. Мен қазір 49-дамын. Жақсы, рахмет. Түсінікті сұрағыңыз. Иә, бұл егер сізге бронхиальды астма диагнозын уже подтвержденный болған болса, инструменталды лабораториялық тексерулердің бәрінен өткізіліп, сол диагноз қойылған болса, сізге
учаскелік дәрігерлеріңіз пульмонолог дәрігер кеңесіне жіберу керек болатын. Оны өткен болуыңыз мүмкін осы уақытқа дейін. Егер өткен жағдай болатын болса, сізге бронхиальды астмаға глюкокортикостероидтық препараттар қолдануға олар назначение жасайды. Одан кейінгі мәселе жағы жиі қайталанып қалады деп жатсыз. Бронхиальды астма дегеннің өзі бұл сіздің тем более анамнезіңізде, өмір тарихыңызда бірнеше жыл, ұзақ жыл зиянды әдетіңіз бар. Именно жағы өкпе тыныс алу жолдарына зиянын тигізген. Ол темекі тарту. Темекі тарту кезінде сіздің өкпеңізде қандай өзгерістер болды да? Біріншіден жыбырлы эпителий деп аталады. Өкпенің ішінде осындай эпителиальды клеткалар бар. Біздің өкпемізден күнделікті жағы слемей, басқа мынау қақырықты шығарып отыратын. Солардың жұмысын бұзылады. Темекі тартқан адамдарда соның біріншіден соның жұмысы бұзылады. Екіншіден ол жағы сол жыбыр эпителийлер өзінің жұмысын тоқтатқаннан кейін өкпе кәдімгі мынау мұз айдынының бет секілді теп-тегіс болып өз қызметін дұрыс атқарамайтын болады. Бұл дегеніміз қақырықты дұрыс шығара алмау. Бұл дегеніміз егер сізде аллергиялық форманы қойған болатын болса, аллергиялық форма кезінде бұл мынау гистаминовый рецепторлер деген болады, қабыну рецепторлері. Солардың жұмысы өте күшті жүрген кезде жағы мынау слизистая оболочка, слемейлі қабат өкпенің қабынуының арқасында сол жерде өте қою жағы қақырық деп айтсақ та болады басқаша тілде де слиз бөлінеді. Сол сіздің қақырықты дұрыс бөле алмауыңызға әсер етеді. Бұл жерде сізге менің берер кеңесім маман ретінде біріншіден тыныстық жаттығулармен шұғылдану, күнделікті өмірлік дағдыңызға айналдыру. Одан кейінгі мүмкін болатын болса, жылына кем дегенде бір 5 ай, 4 ай, 5 айда вибромассаждық жағдай осындай көмекші курстарды өтіп тұрсаңыз, ол да себепші болады жақсы өкпенің арғарайғы жұмысының қалыптасуына. Одан кейінгі мәселе, бронхиальды астмасы бар кісілер, тем более сізде иммуноаллергиялық форма болатын болса, бұл жерде сіз салқындаудан аулақ жүруіңіз керек. Яғни сквозняктар, басқа нәрселерден аулақ ұстауыңыз керек. Екіншіден, қазіргі таңда карантиндік жағдайларды өте қатаң сақтауға міндеттісіз, себебі сіздің өкпеңіз кәдімгі дені сау адам өкпесінде емес, тез қабылдап алатын қауіп бар. Одан кейінгі мәселе, жағы мынау күнделікті жаттығуды айтып өттік. Одан кейінгі мәселе аллергендерден аулақ өзіңізді ұстау. Яғни кей кісілерде сезондық, яғни бір маусымдық ғана болатын аллергия болады, кей кісілерде бір тағамдарға, болмаса дәрілік заттарға, солардан өзіңізді аулақ ұстайтын болсаңыз, тағайындалған дәрілермен ала жазса өкпеңіздің жұмысы бірте-бірте қалпына келуге мүмкіндігіңіз бар. Бәрекелді, қазір жаңа бір жаттығулар жасау керек деп айтып қалдыңыз ғой. Соны бір есіңізге түсіріп отырсаңыз, бір айтып өтейік көрермендерімізге. Ауырсын, мейлі ауырмасын, тіпті ауырған адамдардың өзіне де бір жақсы болатын шығар. Бір ойыңыз жинақтап, тізбектеп отырсаңыз, бізге хабарласқан көрермендеріміздің сұрағын оған дейін тыңдап алсақ. Қайырлы кеш, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен ана Жанкент Панфилов ауданы Жанкент қаласынан звондаппын. Қазір екінің біреуі сол демала алмай больницаға түссе, 80%, 79% өткісі қағылған деп, соған айтар кислород, алдына кислород бекітеді, 10 күнде қаралғандығы кеп үймеге қайтыс болып кетеді. Соның емі бар ма, жоқ па, соны білейін дегенім ой. Бәрекелді. Сұрақ қойып жүр, қазір өкпенің қабынуы жаңаға. Бұл кісінің қойғысы келген сұрағына ковидке байланысты болып тұр ғой. Бұл жерде біріншіден 70-80% жағы өкпенің зақымдалуы деп айтып жатыр. Бұл өте үлкен көлемдегі зақымдалу. Бұл уже бізде мынау КТ3-4 деп солай өзіміздің неміз бар. Бұл уже 4-ші дәрежедегі қабыну өкпе тіндерінің. Осы жерде аға қараңызшы. Бұл кісінің тағы айтқысы келгені, жаңағы операторлар маған толықтырып жатыр сұрағын. Эфирге хабарласқан кезде айтайын деген көп адам ұмытып қалады. Сондықтан да алдын ала сұрап алады біздің операторлар. Өкпе қабынып кеткен 70%, 8% болған дейді. Біз оны түсінбейміз үлкен кісілер. Ол қабыну деген қандай дүние, ол өкпен не болады ол жерде қабынған кезде дейді. Соны бір түсіндіріп алайықшы, өкпенің қабынуы қалай жүзеге асатын процесс ол? Мен бағана басында осы басталған кезде сол мәселені айтып өткен болатын, полисегментарлы қабыну. Яғни вирустық
пневмонияның бір ерекшелігі бұл полисегментарлы, яғни екі өкпені бірдей. Терминмен емес, бізге халыққа түсінікті. Мен қазір соған келе жатырмын. Полисегментарлы дегеніміз не ол? Ол өкпенің әрбір өкпе өз бөліктеріне бөлінеді. Бұл жерде сол барлық бөліктердің бірдей қабынуға ұшырауы. Екі жақ өкпе бірдей қабынуда болуы. Қабынған кезде қандай процесс жүреді? Ол жерде ісіне ме, су тола ма? Ол жерде процесс былай болады. Қабыну, пневмония деген сөздің өзі, ол өкпе тінінің қабынуы, тығыздалуы, қабынуы деген сөзге байланысты. Яғни ол жерде біріншіден гистаминовый рецепторлардың жұмысы күшейеді. Яғни гистаминовый рецептор дегеніміз ол қабыну процесін күшейтетін рецепторлар. Вирус түскен заматында өкпеге сол жердегі жергілікті тіннің қан айналымы бұзылады, зат алмасуы бұзылады, осыдан барып тіннің өзінің қабыну процесі басталады. Яғни қабыну процесі басталған жерде, қан айналымы бұзылған жерде, ол жерде тамырлардың өткізгіштігі, яғни проницаемость сосудов, стенок сосудов, осы күшейіп кетеді. Осы күшейген екен сол қан тамыр ішіндегі қанның қою элементтері қалады да, сұйық, яғни плазменный часть, наоборот, тамыр сыртына шығу арқылы қанның өте қоюлануынан тромбтар пайда бола бастайды. Не себепті біз қазір антикоагулянттармен емдеуді қолға алып жатырмыз да? Осы есепті жағы тромбообразование, чтобы өкпе тінде тромбтардың күшеймеуін, арғарайғы күшеймеу, қанды сұйылтып отыру мәселесінде. Ал көп жағдайда 80%, 70%-ға дейін қабынуға ұшыраған тіндерді қайта қалпына келтіру әрине өте қиын мәселе. Бірақ көп жағдайда дәрігерлер мынау қазіргі таңда статистика бойынша да көп осы КТ4-пен ауырған науқастардың көбісін реанимациялық төсектен жай палатаға ауыстырған өзіміз көзімізбен де көріп жүрміз. Өзіміз де сол салада істедік. Сол себепті де бұл жерде аурудың жасына да байланысты ол. Аурудың жасы. Сол кісі ауырған кісінің қосымша аурулар бар ма? Ол мәселе тоже үлкен рөл ойнайды. Егер ол кісіде жүрек аурулары бар болған болса бұрын соңды, егер ол кісіде қан қысымы болған болса, ол кісі бұрын соңды осы инсульт тағы басқалар өткерген болса, немесе ол кісіде қант диабеті болса, қант диабеті ол да үлкен рөл ойнайды. Одан кейінгі мәселе мынау өкпе тыныс алу жолдарының созылмалы аурулары бар кісілер болатын болса, оларда әрине ол өте ауыр ағымда өтеді. Кей жағдайда өкінішке орай летальный исход, яғни науқастан айырылып қалатын да жағдайлар болады. Сол себепті ол жердегі ем дәрігерлердікі қаншалықты дұрыс бұрыс болды деген мәселе емес. Ол жерде науқастың өзінің де ағзасының қаншалықты күшпен күресе алды деген мәселені вируспен. Осыған қарау керек. Жақсы, қазір тағы да тоқталамыз. Бұл тақырыбымыз негізі осы өкпе, оның ішінде тыныс алу жолдары ғой. Қазір тағы да оған байланысты тоқталамыз. Тағы бір көрерменіміздің сұрағы бар екен, тыңдайық. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Менде осы былтыр пневмониямен ауырдым. Сол қазіргі жағдайда мысалы үшін бізге сәл суыққа сәтіне жетпейтін болып қалды жаңағыдай. Кішкене суықтасақ, осы денелеріміз суықтап, суықтың бәрі бүкіл денемізге жүгіріп алып кетіпті. Енді бұл артынша ауырғаннан кейін реабилитациядан өттік қой 10 күндік. Массаж жаздық, дренажный массаж, кислородный коктейль іштік. Енді осы алдағы уақытта мысалы үшін қалай восстановить етпеу керек? Мысалы үшін біреулер врачтар айтады, ауыр көтермеңіз бірдеңе. Біреулер айтады, ауыр көтеріңіз, наоборот, өкпеңіз тез жазылады дейді. Жаңа қандары тез айналып не алады дейді. Жасыңыз қаншада? Ау? Жасыңыз қаншада қазір? Жасым 33-те. 33-те екен. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Бұл жерде қараңыз, сіз енді ол ковидті бастан өткердіңіз, қазір сәл салқындасам, осындай денемде дел салдық, басқа мәселелер сезінем дейсіз. Бұл жерде бұл ковид вирусының бір ерекшелігі бұл тек өкпе жүйесін ғана, тыныс алу жүйесін ғана зақымдау емес. Бұл жерде бұл орталық жүйке жүйесінде зақымдайтын әсері бар. Яғни көп кісілерде осындай ковид өткерген кісілер, немесе ковидпен отбасында біреулер ауырған кісілерде мынау соматикалық, яғни соматоморфный дисфункция дейді, вегетативті нерв жүйесінің бұзылыстары бар. Яғни кей кісілерде қорқыныш сезімі, тағы басқа осылай уайымшыл болып кету, депрессивті жағдайға дейін түсіп кеткен науқастарымыз да болды осы ковидтен кейінгі. Яғни бұл жерде бұл орталық жүйке жүйесінің де процеске енгендігі көрініп тұр. Яғни ол жерде сіз тек қана өкпеңіздің ғана зақымдануы болмаған, ол жерде орталық жүйке жүйесінде де кішкене өзгерістер шақырылуы мүмкін. Егер осындай сезім пайда болатын болса, сәл салқыннан басқадан.
Ал жаңағы мәселеге келетін болсақ, ауыр көтеру, жеңіл көтеру деген бұл жерде сізге мен айтар едім, алдағы 6 ай осы ауруды өткергеннен кейін, алдағы 6 айда белковый питание, то есть ақуызға бай, сондай етті, мысалы біз қазақ, етсіз қазақ емес қой. Айран, сүт, етке бай тағамдарды жеуіңіз, онан кейінгі тыныстық гимнастикаларды жасап отыруыңыз. Тыныстық гимнастикалардың қазір түр-түрін интернет желісіне кірсеңіз, бауырымыз айтып қалды, біреулер жасау керек дейді, біреу жасамау керек дейді. Нақтысын айтыңызшы. Тыныстық гимнастика қалай жасалады? Тыныстық гимнастиканы біз мынау шығыс медицинасымен байланыстырып алып келсек болады, болмаса мынау йога дейді ғой. Йогамен байланыстырсақ болады. Жалпы медицинадағы тыныс гимнастикалар қалай жасалады? Тыныс гимнастикасының қарсы көрсетілімдері бар, тыныс гимнастикасының көрсетілімдері бар. Яғни бұл жерде біз осы ара-жікті толық ажыратып алуымыз керек. Тыныстық гимнастикасын, яғни осындай өкпенің тінін фиброзға, яғни тыртықтануға, яғни оның өз көлемінің кішіреюіне алып келетін осындай вирустық пневмониялар, болмаса бактериалды пневмониялардың дейміз, ары қарайғы сол альвеолярлы системаның жүйенің толық қанды ашылуын көмектесу үшін біз тыныстық гимнастика тағайындаймыз. Яғни науқаста басқа қарсы көрсетілімдері болмаса, жүрек, қан тамыр жүйесінен тыныстық гимнастика деген қалай жасалады? Ол күнделікті уақытқа өз шамаңызға бірінші кезеңде 4-5 минуттық гимнастикадан бастауға болады. Яғни ол терең тыныс алу мен тыныс шығару. Отырып, бір қалыпта, былайша айтқанда енді спокойно мапсыстану. Көкіректі, өкпені толтырып тыныс алып, шығарып, қанша минут жасау керек? Кей кісілерге 2-3 минуттың өзі жеткілікті болады. Терең демалып, терең демалып. Бірақ ол гимнастиканы отырған қалыпта жасағаныңыз кішкене дұрысырақ болады. Себебі не? Себебі жаңағыдай терең тыныс алу, терең тыныс шығару кезінде оттегінің бірден өкпеге барып, және орталық жүйке жүйесіне әсер етуінен кішкене бас айналу мәселесі пайда болуы мүмкін. Сондықтан чтобы құлап қалмайтындай жағдай туғызып, осы тыныстық гимнастика. То есть кей кісілер айтып жатады, мына шар үрлеу керек, тағы басқа. Олардың өз көрсеткіштері бар. Ал мына мәселеде қауіпсіз, кез келген адам жасауға болатын ең мәселесі осы. Тыныш қалыпта отырып, терең тыныс алу мен тыныс шығаруды бірге салыстыра отырып. Бұл бір түрі. Бұл бір түрі. Екінші түрі, бұл жердегі тыныс гимнастикасына қосымша, мына мен кейде әншілерге айтам, сендер бронхитпен ауырмайсыңдар деп күлем. Себебі не? Себебі бұл жерде сіздің ол ән айту қабілетіңізді тексеру емес. Мысалы, ән айтудың өзі өкпе тыныс алу жолдарына үлкен себепші, көмекші, және сол мынау жаңағы созылмалы ауру бар кісілерге мен көбісін айтам. Сіздің мынау ән айтуға мүмкіндігіңіз қалай деймін ғой, слухыңыз бар ма десем, күледі, айта алмаймын деп. Айта алмасаңыз да айта беріңіз деймін. Ваннаға кіріп алыңыз да, сол жақта бір 4-5 минут өзіңіз жақсы көретін әніңізді айтып шықсаңыз, күніге бір рет. Сіздің өкпе тыныс алу жолыңызға үлкен көмек. Ол себебі жаңағы терең тыныс алу, бұл жерде диафрагмальды жүйенің қосылуы іске, яғни көгет дейді ғой қазақта, сол диафрагманың активті түрде жұмыс жасау пайда болады. Онан кейінгі науқас өзінің жаңағы тыныс алуын реттей бастайтын болады. Әннің тембіріне, басқаға өзінің тыныс алу реттеп, осылай осы бір менің ең жақсы көретін екі түрі ғана өзі тыныс алудан. Суға жүзуші, судың астында отыру деген сияқты бар ғой. Судың астында отыру емес, суға жүзу да мүмкіндік болатын болса, үлкен қалаларда, мына енді ауылды жерде қазір салқын түсті бассейні бар деп көп жерде айтылмаймыз. Үлкен қалаларда бассейн, крытый бассейндер, прямо жылы суы, сондай бассейндер болатын болса, мүмкіндік болатын болса, жүзумен айналысқан өте пайдалы болып саналады. Мынау тыныс алу жүйесі, сонымен қатар бұл бір ғана тыныс алу жүйесі емес, бұл омыртқа жүйесіне де, жүрек қан тамыр жүйесіне де, лишний калорияны сжигать етуге сондай үлкен себебі бар. Бәрекелді. Жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз ғой, ұзақ уақыт темекі шеккен адамның өкпесіндегі тіпті қақырықты сыртқа шығарып тастау процесінің өзі бұзылып, мұз айдын сияқты жылтырап қалады деп. Енді қазір темекінің ешқандай бір зиянын көріп жатқан жоқпыз ғой, 100 жасады, ешкімге ешнәрсе болмады ғой деп ақтайды ғой енді. Оның өзі бір бәрібірде жаңағы медициналық тұрғыда дәлелденген процестерін айтып отырсыз. Барынша енді көрермендерімізге дәл қазір мына ковиді бар, пневмониясы бар, өкпе ауруларына байланысты ауру күшейіп тұрған кезде тіпті қою керек сияқты негізінде. Әрине, ол темекіден бір пайда келеді деген нәрсенің өзі күлкілі негізінде. Қазіргі таңда мынау әсіресе жастар арасында мына неше түрлі бумен нағылатын, неше түрлі кальянның электронный түрлері деймай,
одан қасана айкос деген бірдеңелер шығып кетті ғой. Осының бәрі бұл қарапайым темекіге қарағанда 10 есе, 100 есеге дейін зияны бар. Өте қоспаларының өзі, ол жердегі формальдегидтің деңгейінің өзі қарапайым темекімен салыстырғанда 10 есе жоғары. Ол дегеніміз өкпемізді смолаға біз, допустим, жаңағы 100 жасқа дейін темекі тартты, ештеңе болған жоқ қой деген кісілермен салыстырып қарағанда, мына кісілердікі алдағы 5 жыл, 6 жылда сол кісілердің өкпесінің деңгейіне дейін жетіп қалады. Себеп жаңағы мынау қосымша сол ана жидком виде жасалған нәрселердің парға айналуы ол өкпеге өте зиян, және арғарайғы бұзылыстарды тез шақырады. Енді осыны тыңдап жатқан біздің көрермендеріміз бар болса, егер темекісін қоя алмай жүрген болса, ойланатын шығар енді. Енді оны қараңызшы, жаңағы пневмониямен ауырды, емделді, жаңа ковид болып емделіп, қазір енді Аллаға шүкір үйінде бала шағасымен арқа-жарқа болып отырған ағайындарымыз бар ғой енді қазір. Жаңа бір көрерменіміз хабарласты. Енді сол өкпе асқынып, бір бронхит болған кезде толықтай емдеуге мүмкіндік бар ма бұны? Қараңыз, бұл жерде өкпені толықтай емдеп жазып берем деген негізі ол біріншіден ақымақтық болады, екіншіден қазіргі таңдағы экологиялық жағдаймен ол мүмкін емес. Себеп үлкен қалаларды алатын болсақ, мысалы, мегаполистер дейміз, жалпы қалалық мекендерді алатын болсақ, қазір қалалық емес, ауылдық мекендерде де тозаңдану, жаңағы зиянды газдардың бөлінуі өте көп. Оның себебінің бірі жеңіл көліктер, автокөліктік. Одан қаса қала тұрғындарының арасында жаңағы үлкен заводтық өндірістердің болуы, осының бәрі ауаның ластануын тудырады. Ал ауаның ластанған ауамен демалып жүрген адамның өкпесін сен 100% жазып берем деген, ол менің ойымша өтірік әңгіме болады. Ауылға бару керек болғанда? Ауылға бару керек болғанда біздің, мен айтар ем, қазіргі таңда негізі мынау Алатаудың, Қаратаудың баурайын мекен етіп отқан қазақ елінде үлкен мүмкіндіктері бар. Ең болмағанда, мына қалалық тұрғындар ең болмағанда аптасына бір рет болсын. Шымбұлаққа бару керек. Алматы қаласын алатын болсақ, шын мәнінде Көктөбеге, болмаса Медеуге бір сағат, 2 сағатқа скандинавский нені алып алып қолыңызға, жаймендеп таяқты жүріп шықсаңыз, сіздің өзіңіз-ақ сезінесіз, басыңыз айнала бастайды, уже ентіге бастайсыз. Себеп ол жаңа кислородтың көп деңгейде түсіп кетуі сіздің өкпеңіз, тыныс алу жолыңыз, сіздің ағзаңыз оған үйренбеген. Сіз уланып жүрген ауаның ішінде үйреніп қалған. Ауаны сезіп кеңірдектен кәдімгі өткенін сезесіз. Уже мұрын қуысыңыз бәрі аши бастайды. Вот соны апталық әдетіңізге айналдыратын болсаңыз, ол үлкен көмекші. Одан кейінгі нәрсе қазіргі таңда офисный работа. Офистік жұмысшылардың арасында қимыл қозғалыстың төмендігі. Гиподинамия дейді. Гиподинамия дегеніміз ол да бірден бір тыныс алу жолдарының бұзылысын алып келетін нәрсе. Яғни застойное явление. Яғни жаңағы мынау қан айналымының бұзылысы. Ол көп жағдайда отыратын болса, тіпті аяқта қан айналымы аяқтың өзіндегі жаңағы варикоздық мәселелер. Яғни веноздық қайту мен артериалды қан айналымының дұрыстығын реттеу үшін кем дегенде күнделікті 8-10 мың қадам жасайтын адамда ол мәселелер болмайды. Ал келді жұмысқа, креслоға отырды, кешке дейін одан шықты машинаға отырды, одан барып үйге барып диванға жатты. Міне осы кісілерде как раз осы мәселелерге өте қауіп топтарына кіретін адамдар болып саналады. Яғни белсенді жағы дене қимыл қозғалысы жоқ адамдар осы қауіп тобына кіретін кісілер. Бәрекелді, тамаша түсіндірдіңіз. Ауылдағы жұрт енді қимылдайды ғой. Қалада расында көп қимылдамаймыз. Жаяуда жүргіміз келмейді. Бір жаңағындай арнайы бір жүруді де әдетке айналдырмаймыз. Барынша кәдімгі отырып көп қимылдамай дағдыланып кеткен сияқтымыз. Енді бізге тағы бір көрерменіміз хабарласып жатыр екен, сұрағын тыңдайық. Қайырлы кеш, қандай сұрағыңыз бар? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Мен Шығыс Қазақстаннан соғып отырмын. Атым Гүлнар болады. 48 жастамын. Мен қыста өзім байқадым, жұмысқа бара жатқанда ентігуді бастадым. Негізі сосын ентіккеннен кейін Семей қаласына барғаннан кейін 20 жылдық стажы бар.
пулмонологқа кірдім частный. Сосын ол кісі маған анализ алып диагноз қойды. Сосын диагноздан кейін сіздің диагнозың Хоббл деп айтты. Сосын ол маған назначение берді. Эфилин мен дексаметазон деген. Екеуін система аласыз деді. Сосын бұл системаны мен алғанымда маған аллергия берді. Ертеңгісінде бетім істіп, тура сынып кетті. Сосын мұндағылар маған доғарып бұны салуды. Одан кейін мен бұл нені қойдым, сосын бұл кісілер мені ауылда учет қалды. Қазір маған мынандай не берді, дуал деген береді. Бірақ менің қызым өзі медицинада оқиды. Қызым айтады, бұны мама қолданбаңыз, тәуелді боласыз сіз дейді. Енді қандай пулмонологқа қаралатынын білмеймін қазір. Қазір осындай ентікпен пайда болады, көп қатты жүргенімде пайда болады, суықтарда жүргенімде пайда болады. Сосын үйде тез қимылдасам, сондайда мен ентікте. Сосын өзімнен сөзімнен де білінетіні пысқылдап тұрам. Енді маған Хоббл емес, астма деп қою керек шығар. Мен негізі өзімнің әкемде астма болған. Бірақ ол кісі одан кейін инсульт алғаннан кейін астмасы басылып кетті. Сонда біздің менің қызым айтады, негізі тұқым қуалайды деп. Соны сізден сұрайын деген қандай емі болады. Жақсы, бәрекелді. Пулмонологқа баруым керек па? Жақсы түсінікті, Алла шипасын берсін. Әпке, жан-жақты түсіндіріп берді бұл кісі. Жақсы түсіндік. Сіздің мәселеңізде егер Хоббл деп қойылған болған болса, бұдан алдын. Хоббл дегеніміз ол хронический обструктивный болезни легких. Ол жерде бір ғана ауру емес, ол жерде бірнеше топ кіретін мәселе негізі бұл. Яғни обструкциялық нәрсені бұл жай бронхит те шақырады, пневмония да сондай өзгерістерге алып келуі мүмкін, астма да сол өзгерістерді шақырады. Яғни бұл жерде бірнеше топ. Бұл жердегі мәселе сіз мынандай тексерулерді өтуіңіз керек. Егер өткен болған болсаңыз, қайталауыңыз керек. Ол дегеніміз біріншіден өкпенің... Қазір әпке, сіз қазір телефоныңызды алып, запись диктофонын қосып алыңызшы қазір. Қосып алыңыз, бұл кісі сізге не істеу керек екенін бір құр айтады, бұл сондай бір тексерістен өтіп алсаңыз болады. Диктофоныңызды қосып алыңыз, қайталап тыңдағанға ұмыт қалмайтындай. Бұл жерде сіз біріншіден тексеруді өкпенің снимогынан бастауыңыз керек, яғни компьютерная томография. Ең дұрыс мәселе, бұл жерде компьютерлік томография өтіңіз өкпеңізді. Одан кейінгі мәселе спирографиялық тексеру. Яғни спирографиялық тексеру дегеніміз бұл өкпе жұмысының қаншалықты дұрыс бұрыстығын анықтау. Яғни обструкциялық синдром бар ма, жоқ па, соны тексеру мәселесі. Одан кейінгі мәселе сізге жалпы қан анализі в развернутом виде, потом иммуноглобулин Е деген тексеру тәсілі бар, қанды. Яғни бұл жерде біз иммуноаллергиялық форманың бар жоқтығын анықтау. Осы 4 тексеруді өткеннен кейін студиядан менің номерімді алып, маған хабарлассаңыз болады, болмаса басқа да өз жағыңыздағы пульмонолог дәрігерлерге сол алдыңғы тексеру мен соңғы тексерудің екеуінің результатын апарып, салыстырмалы түрде қарап, содан кейін барып сізге бір ғана берадуал емес, егер Хоббл қоятын болса, ол жерде кей жағдайлар болады, ингаляциялық глюкокортикостероидтар, болмаса тағы басқа мәселелер. Яғни бұл аурудың қаншалықты асқынғанына қарай отырып тағайындалатын дәрілік заттар. Яғни бірінші орында сізді тыңдау керек, сізді көру керек, сізді тексеруден өткізу керек толыққанды. Содан кейін барып адекватты түрде ем жазуға болады. Егер жаңаға өзіңіздің өңірлеріңізде мықты білікті мамандарға көңіліңіз толмай жатқан болса, Алматы қаласына келіп те, міне көрерменіміздің өзіне келіп тексерістен өтуіңізге болады. Міне Мұхтар мырза өзі де айтып отыр, маған келіңіз деп. Алматы қаласында толыққанды емдеуге мүмкіндік бар ғой, қаншама мықты дәрігерлердің барлығы осы Алматы қаласында көбінесе шоғырланған, сондықтан да бір келіп емделіп кетуге біз де кеңес береміз көрерменімізге. Тексерілген дұрыс болады. Бізге WhatsApp-тан да сұрақтар келіп жатыр. Ол кісілердің де сұрағын оқып өтейік. Менің сұрағым дейді, шалқалап жатсам одышка болады. Сол жағыммен жатсам да солай болады. Оң жағыммен жатсам да солай болады дейді. Сосын салқын су ішсем, құлақтың астыңғы безі ісіп кетеді екі жағда дейді. Бұл кісіге біріншіден мен айтар едім, шалқалап жатқан кезде пайда болатын одышканың себебі ол көп, ол тек қана өкпеге байланысты емес. Бұл жерде жүрек қан тамыр жүйесінің өзгерістері де болуы мүмкін. Одан кейін жасы нешеде ол кісінің да, ол тоже үлкен рөл ойнайды. Қосымша аурулары бар ма? Қалқанша безінің проблемалары ешқандай жоқ па екен, соның бәрін тексеруден өту керек. Бұл жердегі бірінші орында жүрек қан тамыр жүйесін, өкпені ол өз болса да, одан кейін қалқанша безін тексеру. Осы 3 тексеруді өткеннен кейін барып,
сол мәселенің неден пайда болып жатқанын айтуға болады. Бәрекелді. Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Салтанат дейді. Маңғыстау облысынан хабарласып тұр екен. Мен сізге қоятын сұрағым, осы өкпеммен ауырдым дейді. Мен осы өкпеммен ауырдым. Қазіргі кезде остатка не достаточки деп тұр дейді. Енді осындай диагнозбен вакцина алуға бола ма, болмай ма? Бір жылдай больницада жатып емделіп шыққаныма 9 жыл болды дейді. Так, сұрақты негізі толық түсінбедім. Бұл жерде ол остаточное явление после туберкулеза ма, или после ковидтан кейінгі остаточный ма? Ол кісінің енді сұрағын дұрыстап формулировка жасап жіберсін, мүмкіндігі осы. Сұрақты түсінбедім мен. Менде 32% зақымдалып пневмония болдым. Мен қанша уақыт қан сұйылтатын дәрі ішуім керек? Емделіп шыққан соң 2 апта іштім дейді. Қараңыз, бұл жерде қан сұйылтатын дәрілерді қанша уақыт ішем деген мәселе ауруханадан шыққаннан кейін ол стандартты түрде 2 аптаға тағайындалады. Яғни ары қарайғы өкпе артериясындағы тромбтардың пайда болмауының алдын алу мәселесі бойынша өкпе тамырларының, артерияға емес, бұл жерде тамырлардағы тромбтардың пайда болмауын. Негізі 14 күннен кейінгі ары қарайғы жалғастырмауды ол жерде учаскелік дәрігер шешу керек. Біріншіден бұл жерде коагулограмма деген анализ тапсырылады, D-димер деген анализдер бар, яғни қанның ұйғыштық қасиетін анықтайтын. Осы анализдер, под контролем осы анализдер арқылы сіздің жағы қан сұйылтатын дәріңізді қанша уақытқа ішуге болатын, болмаса доғару керектігін учаскелік дәрігеріңізден толыққан сұрап алсаңыз болады. Бірінші кезекте анализдерді өтуіңіз керек. Бәрекелді. Ковидке қымыз ішкен пайдалы деген дұрыс па? Жамбыл облысынан келіпті сұрақ. Енді қымыздың қазақ ағзасына тигізетін зияны бар деп айта алмаймын, ол жоқтың қасы ғой. Біздің жалпы ата-бабамыз сол сусынды ішкен, біздің ДНК-мызда бар информация ол. Екінші мәселе бұл қымыз сусынның өзінің үлкен ағзаға тигізетін пайдалары, ол ұшан теңіз деп айтсақ болады. Даже кей жағдайларда радиациялық толқындардан да сақтайтын қасиеті бар. Яғни оны қосымша мына қазір неше түрлі БАДы дейді, сондайды ішкеннен гөрі өзіміздің қолдың қымызын, саумал ішкеніңіз, айран ішкеніңіз, сүт ішкеніңіз ол дұрыс деп ойлаймын. Чем әр компанияның жаңағы биологиялық активті қосымшаларын ішкеннен гөрі таза табиғи нәрсені ішкен, оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бәрекелді. Жалпы адамның ағзасына әсер ететін емдік шөптер болсын, басқа дәрі-дәрмектер болсын, ол қай жерде тұрғылықты тұрды, сол жердің өнімдері негізінен көбірек әсер етеді дейді, мысалы, жаңа айтып отырсыз өзіңізде ДНК-мызда бар деп. Тез емделуге ол да бір әсер етеді. Енді көрерменіміздің сұрағы бар екен, ренжімесеңіз. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Мен тым бой жүрекпен алған, жүрегімнің клапанын ауыстырған, пневмониямен ауырам. Толықтай айтсаңыз сұрағыңызды. Сұрағым айтып отырмын ғой, мен жүрекпен ауырам, клапанын ауыстырған, инсулин алған, эмпрек алған, тағы да жасым 72-де, салмағым 57 кило. Қалай күтінемін енді дейсіз ғой, жақсы түсінікті. Апамыз, ауырмаңыз, көп жасаңыз, өміріңіз берекелі болсын. Енді бұл кісі жаңа айтты, пневмонияда болды, жүрегінің клапанын ауыстыр дейді, 80-де. Енді қалай күтіну керек бұл кісіге? Бұл кісідегі мәселе біріншіден негізі бұл жерде пульмонология мен кардиология қатар жүретін кезең. Яғни бұл жерде тыныс алу ағзаларының пневмония болдым деп отыр, ол жердегі тыныс алу ағзаларының осылай зардап шегуін бірден бір себебі бұл кісідегі жаңағы жүрек қан тамыр жүйесіндегі өзгерістер. Яғни инфаркт алған жүрек ол жүректе жаңағы операция жасалған жүрек, яғни ол жүректің қызметі толыққанды емес. Яғни ол жердегі насосный функция дейді, жүректің яғни насостық қызметінің бұзылуы, жүрек бұлшықетінің толыққанды қанды айдай алмау мәселесі. Осының бәрі өз кезегінде алып келеді мынау өкпе қан тамырындағы қанның шөгуіне, яғни застойное явление, в малом круге кровообращения дейді. Осы жердегі застой бұл кейін өте келе, уақыт өте келе өкпе текті жүрек, яғни созылмалы өкпе текті жүрекке дейін ауысып кетеді. Яғни хронический легочное сердце деп айтамыз біз оны. Яғни бұл жерде өкпе мен жүрек екеуінің бір-бірінен ажырата алмайтын мәселе. Яғни бір шетінен жүректің де әсерінен болып жатады, хронический легочное, бір шетінен өкпенің әсерінен болып жатады. Яғни бұл кісідегі
мәселе көп жағында да кардиология жағына қарай бұрмаланып тұр. Енді бұл кісі қалай күтінген дұрыс? Бұл кісінің күтінуін кардиолог дәрігердің тағайындаулары қандай дәрілер қабылдап жүр, қандай дәрілерді күнделікті ішеді, қандай дәрілерді уақытылы алып отырады, жылына стационарлық емдеу ала ма, осының бәрін қарай отырып, соған қарай күтінуді де, соған қарай ары қарайғы прогнозды да соған қарай дәрілік дәрмектердің коррекциясын жасау, ол яғни бұл жерде бір ғана дәрігермен шектелмеу керек. Яғни дәрігер кардиолог бірінші орында тұру керек, одан кейінгі кезекте дәрігер пульмонолог, егер өкпе тыныс алу жолдарынан өзгеріс болып жатқан болса, егер оған бактериалды флора қосылып жатқан болса, яғни осындай кезде бірнеше дәрігердің бақылауында болуы тиіс. Сондай-ақ нефролог дәрігердің де бақылауында болу керек, потому что бұл кісілерде қан айналымы бұзылған себепті бүйректегі қан айналымында бұзылыстар шақырылып, бертін келе креатинин, мочевина секілді азоттық шлактардың өсуі де байқалуы мүмкін. Жақсы, біздің уақытымыз аз қалды. Келіп жатқан сұрақтар мен телефондар өте көп. Барынша қысқа нұсқа жауап берсек, көрерменімізге. Енді көрермендеріміздің назарына бір айта кететін дүние, қадірмен телекөрермендер, қараңыздар. Мен планшетке жүктеп алғаным, бұл жаңағы Инстаграмда салған біздің анонсымыз бар ғой, күнделікті салып отырамыз. Сол жердегі сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деген сұрақтар өзімізге жүктеп аламыз да, біз оны міндетті түрде оқимыз. Сондықтан да тақырып алдын ала шыққан кезде расында өздеріңізді мазалаған сұрақтарыңыз болса, сол Инстаграмдағы парақшамызға қоюларыңызға болады. Біздің Инстаграм парақшамызға, YouTube парақшаларымызға жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар. Сұрақ қоюға және осы эфирді қайталап көруге мүмкіндік беретін біздің Тәлімтіп арнасының YouTube желісіне де жазылып қоңыраушан белгілеп қойсаңыздар, өздеріңіз үшін өте пайдалы ақпараттар сол жерде табылады. Енді бізге сұрақтарды қойып жатыр, тағы да пневмониямен ауырған адамдарға ауыр нәрселер немесе ауыр жұмыстармен айналысуға бола ма дейді? Ауыр нәрсе, ауыр жұмыстармен айналысуға әрине болады, бірақ белгілі бір мерзім өткеннен соң. Яғни ең кемі 3 ай уақыт өту керек. Сіздің толық жазылған уақыттан кейін 3 ай уақыт өту керек. Жақсы. Тағы бір көрерменіміздің сұрағын тыңдап алайық, одан кейін WhatsApp-тарға ораламыз. Қайырлы кеш. Алло. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойсаңыз, нақты, қысқа. Жаңағы айтқан сұрағымды басынан айтайын ба? Айтыңыз, сіз студияға қосылдыңыз, жаңа оператормен хабарластыңыз ғой. Мен күйеуім 56 жаста, бұрын давлениемен ауырған. Соған докторға барып уколын алған, сонымен оның давлениесін емдетіп жүрген кезде бұл кісіге демі түспеушілік қосылды, терең дем жетпейді. Содан емделіп, бұл кісі істеп жүрген кезде жазылмады. Содан пневмонияны тексеріп, бұл пневмония жетпей шықты, соның табы бар деп. Содан 15 күн үйғамағында болды. Үйде жатып, емделіп, бұл кісі анаяққа барып тексеріліп, таза болып шықты. Бірақ сол дем жетіспеушілігі қазір арасында бар, бірақ дәл отырғанда сол ұйықтамайды, ұйқысызды не істеп, ұйқысы дұрыс емес. Жақсы. Сіз жолдасыңызға, егер мына ковидті өткерген болатын болса, тыныс алуы жетіспей, ұйықтамайды деп жатсыз ғой. Бұл жерде біріншіден спирографиялық тексеру өтіңіздер, яғни бронх обструкция симптомдары бар ма, жоқ па. Одан кейінгі мәселе жүрек. Жүректің УЗИ, эхокардиограмма дейді, жүректің УЗИін жасатыңыздар, қаншалықты жүрек қан тамыр жүйесіне зақым келген келмегендігін анықтау. Одан кейінгі кеңесім невропатолог дәрігермен тоже кеңес өтіңіздер. Так как түнгі ұйқының бұзылуы бұл көп жағдайда вегетативті нервтік жүйенің бұзылыстарынан дамитын нәрсе, сондықтан да невролог дәрігермен де бір кеңес өткендеріңіз дұрысырақ болады. Жағы 2 тексеруді өтіп, ары қарай өздеріңіздің учаскелік дәрігер арқылы неврологқа көрінген дұрыс болады. Бәрекелді. Енді WhatsApp сұрақтарын қысқа нұсқа жауап берсек, қайырлы кеш дейді. Сұрағым тыныс жолы, төс тұсының тамаққа жақын жағы ауырып тұруы, сонысымен қақырықтың қиын шығуы немен байланысты? Флюорографияға түстім, өкпемнің таза екенін айтты терапевт дейді. Флюора бойынша бронхты қабыну бар деген, және бронхумунал дейма, ішуді айтты, ол көмектеспеді дейді. Бұл жерде егер қақырықтың қиын бөлінуі тамақ тұсындағы ауырсыну болатын болса, бұл жерде бірінші кезеңде лор дәрігерлермен жоғары тыныс алу жолдарының патологиясын бірінші жоққа шығару, егер ол жерден бәрі таза шығатын болса, иммуноглобулин Е-ге анализ тапсырып, яғни аллергиялық фонның бар жоқтығын анықтау, одан кейін қалқанша безінің УЗИін жасау.
щитовидка дейді ғой мұны. Щитовидканың өзегін жасап, сол ағзаның гормондарын тапсыру, қалқанша безінің гормондарын тапсыру. Содан кейін бір шешім содан кейін шығады. Бәрекелді. Қадірменді телекөрермендер, дәл осындай тақырыптар болып жатқан кезде, бір ауруларға байланысты, медициналық тақырыпқа байланысты бағдарламамызды жүргізіп жатсақ, келесіде сіздерге бір айта кетейін дегенім, студияға теледидардың алдына отырған кезде қағазбен жаңағы қаламдарыңызды дайындап, немесе диктофондарыңызды қосып қойып отырсаңыздар, мысалы қандай жақсы кеңестерді, қандай анализдер тапсыру керек екеніне дейін дәрігер маман айтып жатыр. Бұл тікелей эфирде өтіп кеткеннен кейін қайталап тыңдауда мүмкін болмай қалып жатады дәл қазіргі сәтте. Сондықтан да сондай бір ескеретін дүниелерді ескеріп жүрсеңіздер. Бұлай дейді, мен қатты күлсем одышка болады дейді. Жасым 14-те дейді. Жасым 14-те қатты күлсем одышка болады. Бұл жердегі мәселе, ол, видите, жаңағы бала қатты күлген кезде кей жағдайда, тек балдарда емес, бұл үлкен кісілерде де болады, тыныс алудың ритмі бұзылып кетеді. Тыныс алу ритмі бұзылады. Яғни күлген адамда диафрагма қатты өкпені қысады, кислородтың альвеолаға дейін жетуін дұрыс қамтамасыз етпей қалады, осыдан одышка. Ол физиологиялық жағдай, ол кез келгенімізде ана шием қатып қалды деп атамыз ғой қазақ. Сол шием қатып қалды деген сол как раз таки ауа жетпей қалған нәрсені соны айтады. Жақсы, тамаша салыстырдыңыз ғой. Сәлеметсіз бе дейді. 70-тен асқан кісіге вакцина алса бола ма? Пневмониямен 16% ауырып жазылды. 1,5 ай болды. Шымкент қаласынан 70 жас пен 75 жас дейді ғой. 1,5 ай ғана алдын жазылған болатын болса, ковидтен, ол кісіге алдағы 3 ай, 6 айда ешқандай да вакцина жасауға болмайды. Арғарайғы осы 6 айдың көлемінде учаскелік дәрігерлердің диспансерлік бақылауында болуға тиіс ол кісілер. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Мен ол жас дейді. Менің атым ол жас дегені. Жасым 31-де. Гайморит болып жүрмін, былтырдан басталды. 1 ай тыныс ала алмай қалдым. Не істесем болады? Суықта мұрным бітеліп қалады Қапшағайдан. Егер өзіңіздің сезіміңіз гайморит дегендей, егер сондай бір қауіпіңіз болатын болса, бірінші кезекте рентген пазухноса деп аталады. Яғни рентгендік тексеру, сол жерде гаймор қуысында шын мәнінде қабыну бар ма жоқ па соны анықтау. Одан кейінгі мәселе, егер анықталған жағдай болатын болса, расталған болатын болса, лор дәрігермен арғарайғы емді сол кісілер тағайындап береді. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Есімім Халбике, қайын сіңілім 9 жаста, өкпесі демалғанда сырылдап тұрады. Анда-санда ентігіп демалалмай қалады. Врачтар тек антибиотикпен емдеп жатыр, диагноз қоймады дейді. Қараңыздар, 9 жастағы баладағы постоянно өкпесіндегі сырыл дегеніміз, ол аллергиялық формадағы бронхиалды астманың бірден бір белгілерінің болуы мүмкін. Сол себепті балаға спирографиялық тексеруді өткізу керек. Біз бағанан бері айтып атқан тексеру ол халықтың да құлағына жатталып қалған шығар. Спирографиялық тексеру, яғни обструктивті симптомның бар жоқтығын. Егер ондай мүмкіндік болмаса, пикфлометриялық тексеру деп аталады. Ол ауылды жерлерде барлық фаптарда бар. Одан кейінгі мәселе, жаңағы иммуноглобулин Е-ге аллергиялық фонды тексеру, жалпы қан анализін развернутым виде тоже тапсыру керек болады. Одан кейінгі мәселе аллерголог пен пульмонологқа баланы алып келу керек. Бәрекелді. Саламатсыз ба дейді. Сіздің телефон номеріңізді сұрап жатыр көрермендеріміз, мына жерге де жазыпты. Біздің студияға қайта хабарласып операторларға, егер білгілеріңіз келсе, алсаңыздар болады. Немесе тікелей эфирде де сіздің нөміріңізді айтуға мүмкіндік береміз. Көрермендерімізге сұраныс болып жатыр екен. Бір айтып өтсеңіз, көрермендеріміз мүмкіндік болса жазып алыңыздар. 8-702-287-04-22. Есім Мұхтар Досалұлы. Бәрекелді, міне айттық дәрігердің номерін. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша біздің мақсат халыққа қызмет, сіздердің сұраныстарыңызды қанағаттандыру, сіздердің бір жақсы нәтижеге қол жеткізулеріңіз. Сондықтан да біз тікелей эфирдеміз. Сондықтан біз білікті мамандарды студияға шақырамыз. Сондықтан біз мамандардың жеке телефон номерін өздеріңізге ұсынамыз. Бұл біздің қолдан келетін барлық мүмкіндікті пайдалануымыз. Сондықтан да біздің тікелей эфирімізге үнемі бақылап отыратын болсаңыздар, осындай өзекті тақырыптарды өздеріңізге ұсынып отырмыз. Енді соңғы бір сұрақ оқиын, сонымен хабарымызды тәмамдайық. Қызымның жасы 2 жарымда. 1 жыл бұрын пневмония болып ауырған, содан кейін аллергический кашель қалды дейді. Қалды, кетпейді дейді. Қалыпты күндерде жөтеледі. Тұмауратып болса, одан сайын қатты жөтеледі дейді. Ларингит сияқты оған қандай ем қолдануға болады дейді.
Енді қараңыздар, 2,5 жастағы баланың, тем более 1,5 жаста, бұл жерде 1 жыл алдын пневмония болмаса, 1,5 жыл алдын өкпесінде қабыну болғанда, ол жерде қаншалықты қабыну болды, ол мәселе. Өкпе тінінің қаншалықты зақымдауға ұшырады. Және қазіргі таңдағы күнделікті жөтелі, ол аллергиялық фон болуы мүмкін. Мен жаңа ғана алдыңғы сұрақтағы айтып өткен секілді, тура сол тексерулерді өту, яғни спирография. Енді бірақ бұл жас балаларда спирография өткізу мәселесі қиынырақ болады. Дегенде бұл жерде сіз аллерголог дәрігермен кеңес өтуіңіз керек. Өйткені сол жердегі иммуноглобулиния, жалпы қан анализіндегі өзгерістер соған қарай отырып, аллерголог дәрігер және балалар пульмонологы осы мәселені қарастырып, толық емдеу керек. Өйткені қазір емделмеген өкпе ауру ертең созылмалы түрге ауысады. Ертең ол созылмалы түрге ауысқан өкпе аурулары жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді. Жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысы бұзылса, барлық ағзамыздың жұмысының қызметінің бұзылуына алып келеді. Басқа да ағзаларға кері әсерін беріп, тіпті асқынып кетеді. Кері әсерін береді. Хабарымыз аяқталуына бір ғана минут қалды. Енді қараңызшы, әрбір адам ескеруі тиіс, күнделікті жасаудан, қайталаудан жалықпауы тиіс, қандай бір шараларды, жаттығуларды немесе кеңестерді айтасыз, қысқа нұсқа айтып өтіңізші. Не істеуіміз керек біз? Таңертеңгі уақытта мына мәселені әдетке айналдырсаңыздар болады. Ұйқыдан оянған заматында, енді көбіміз таңғы 6-5-те оянып атамыз. Сол оянған заматта отырған орныңызды, жатқан орныңыздан өзіңіз орныңызға тұрып, аяғыңызды молдас құрып отырсаңыз болады, болмаса диванда жатсаңыз төмен түсіріп отырып, жаңағы 5 минуттық кей жағдайлар болады, 5 минут емес. Біз негізі 1 минутқа қысқартқанбыз оны. 1 минуттың ішінде терең тыныс алу мен тыныс шығаруды жылдам түрде жүргізу. Яғни деп осылай терең түрде басың айналғанға дейін. Себеп бұл жерде біріншіден таңертең оянған ағзаның оттегімен қанығуын қамтамасыз ету жылдам түрде. Екіншіден тыныс ағзаларының жұмысын ары қарайғы жақсарту. Бәрекелді. Жақсы. Өзіңізге көп рахмет. Студиямызға келіп қаншама сұраққа жауап бердіңіз, қаншама кеңесті айттыңыз. Бір пайдалы эфир болды деген үміттеміз. Ісіңізге, өміріңізге береке тілейміз. Бүгінге осы, келесіде көріскенше аман сау болыңыздар.